Айсты ұмытпаған Мөлдір жылап жіберді. Қосылайық тележобасынан кеткен Мөлдір жобаның сыртында жылап жүр. Айсұлтанды әлі де ұмытпаған мисс Мөлдір әлеуметтік желідегі парақшасында жылап тұрған фотолар мен видеоларын жариялауда. Мөлдірдің қолдаушы апалары қатты қобалжыды. Неге жылайсың деп сұрамайды. Себебін бәрі біледі. Айсұлтан Мөлдірдің жүрегін жаралады. Мөлдірге оны ұмыту әлі де қиын. Мөлдір мен Айсұлтанның қолдаушы апалары күнделікті Айсұлтанды үнемі қарғап, Айсұлтанға жағымсыз сөздер жазып отырады. Бұған шыдамаған Айс Инстаграм парақшасында пікір жазу функциясын өшіруге мәжбүр болды. Мөлдірдің кешегі жылағаны әдеттегіден бөлек еді. Мөлдір бұл жол көз жасын тоқтата алмады. Мисс Мөлдір құрбысы Меруертпен кино көруге барған болатын. Киноның әсері Мөлдір мен Айсұлтанның тәтті махаббат хикаясын есіне түсірді. Айсты ұмытпаған Мөлдір қызымыз одан бетер жылап жіберді. Тіпті бұл көз жасын ол әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Желі қолданушылары Мөлдір мен Айсұлтанға жарыса жазды. Көктем лебі күнді де жылатуда. Сенің мұңың секілді бұда тура. Сұлу Мөлдір мұңайса қиын екен. Сұлу сөздер таппайсың жұбатуға. Мөлдір қарындасым әрқашан еңсең осы тік қалпында, биік қалпында қалсын. Білем іштей мұңаясың. Сенің бақытың да сені табалмай мұңайып істеп келеді. Мөлдір сен дұрыс айтыпсың, Айс жаман пікір көтере алмайды екен. Посттарының бәрін пікір жазылмайтын қылып қойыпты. Дәл уақытында тоқтатқаның дұрыс болған екен. Сенің сөйлемей ақ қойш дейтініңдей бар екен ғой. Масқара, бүгін ана Қойсұлтан аттың басын жіберді ғой, масқара. Санасыздығын көрсетіп әрі жілік. Кәрі қақпас деген күнделікті пайдаланатын сөздерін айтып өзін көрсетті. Түкке тұрғысыз, әшейін обложка екен. Білмеймін бұл қыздың қай жері жақсы. Тілі өте ашы. Біреуге пікір айтқанда сөздері сүйектен өтеді, ал өзі сөз көтере алмайды. Мінезі өте ауыр. Текке кетіп, мұқатып сөйлеп отырады. Қазір бірақ адамдар сондай болып кеткен, бұл қыз соның бірі. Мөлдір, өте дұрыс шешім қабылдапсыз, енді бағдарламаға қатысушы болып оралыңыз. Бағдарламаны қарамайтын болдым. Сіз болмасаңыз, қызықты емес, деп жазды желі қолданушылары. Мөлдір жобаға орала ма, ол жағы әзірге белгісіз.